Мен Касенова Айгүл Абжалелқызы, Жамбыл облысы Сарысу ауданы Ақтоғай орта мектебінің биология пәні мұғалімі. Менің педагогикалық идеялар байқауына ұсынатын тақырыбым биология сабағын оқытуда модельдеу әдісінің тиімділігі. Қазіргі заман талабына сәйкес шәкірттеріміз сапалы білім беріп, шәкірттерімізге қоғамнан өз орындарын табуға, қоғамдық дәстүрлерді жалғастыруға, мұғалімге оның кәсіби шеберлігіне тікелей байланысты. Мұғалім әр сабағында әдістерді түрлендіре отырып, тиімді пайдаланатын болса, сөз жоқ, оқушының пәнге деген қызығушылығы оянып, білімге деген ынтасы артады. Ендеше бүгінгі идеямның негізгі өзектілігі сабақта модельдеу әдісін пайдалану арқылы оқушылардың креативті ойлау дағдыларын дамыту, модельдеу жұмыстарын жасату арқылы пәнге деген қызығушылығын ояту. Модельдеу әдісінің маңыздылығына тоқталатын болсақ, биология пәнін оқыту модельдеу әдісін пайдаланудың тиімділігі негізінде жүргізілген сабақтар арқылы білім алушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырудың теориялық мәні айқындалады. Биологиялық модельдеу әдісін пайдалануда оқушылардың ізденімпаздығын, өнертапқыштығын арттырып, білім сапасын көтереді. Қоршаған әлемде және табиғатта болып жатқан құбылыстарды түсінеді, салыстырады, талдайды, жіктейді, жүйелейді. Модельдеу дегеніміз модельдерді жасау және зерттеу әдісі. Модельдеудегі басты артықшылық мәлімет ұсынысының бүтіндігі. Модельдеу синтетикалық бағытқа негізделеді, бүтін жүйелерді мүшелейді және олардың жұмысын зерттейді. Модельдеу әдісі ғылыми танымның зерттеу объектілерін, олардың модельдерін жасап, зерделеу арқылы танып білу әдісі. Модельдеу әдісінің пайда болуы техникалық жүйелердің күрделілігіне, материалдық процестер мен құбылыстарды зерттеу қажеттілігіне орай туындайтын ой түрткілерге, себептерге, тағы басқаға байланысты. Модельдеу кез келген затты мақсатты, жылдам, неғұрлым тиімді тәсілмен зерттеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар модель зерттеліп жатқан объектінің баса көңіл қойып отырған қасиеттерін жоғарғы дәлдікпен бейнелей алады. Модельдеу көмегімен күрделіні қарапайымға, көрінбейтінді көрінетінге, белгісізді белгіліге келтіріп оқу. Яғни кез келген күрделі объектіні мұқият және жан-жақты оқып білу мүмкіндігі туады. Модельдеу әдісі метапәндік нәтижелерге қол жеткізу құралы ретінде оқу процесінде модельдеу биологиялық процестерді түсінуді жеңілдетіп қана қоймай, метапәндік дағдыларды дамыта алады. Оқушының өзі модель жасаған кезде ол алгоритмнің барлық кезеңдерінен өтеді. Модельді жасамас бұрын ақпарат жинайды, талданады және жинақталады. Бұл модельдеу әдісі материалды жақсы игеруге ықпал етеді. 9 сыныппен модельдеу әдісін пайдалана отырып, ДНК молекулалық құрылысының принциптері, нуклеотидтердің комплементарлығы, нөмір 4 модельдеу ДНК молекуласының құрылу сабағында модельдеу әдісін пайдаланып өттім. Бұл жерде оқушылар қолдағы бар материал, яғни пластилинді пайдалана отырып, топта өздерінің қолындағы материалдармен, пластилинмен ДНК-ның моделін жасап шығарды. ДНК-ның моделін жасау барысында оқушылар ДНК-ның молекулаларының қалай орналасуының айырмашылықтарын жақсы түсінді. Және сабақ соңында ДНК-ның құрылымдық қағидалары негізінде үлгілеп шыға алды. Бұл жерде 7 сыныптың жасуша құрылысы тақырыбында модельдеу әдісін пайдалану арқылы өтілді. Бұл жерде 7 сынып оқушылары пластилинді пайдаланып, шығармашылық жұмыс ретінде үйге де беруге болады, сабақ ішінде де пайдалануға болады. Пластилинді пайдалана отырып, жасушаның құрылысын жасап шығарды. Ондағы органоидтардың пішіндерін, орналасу ретін дұрыс қойып, модельдеу жұмысын қызыға орындады және жасушаның құрылысын жақсы меңгерді. Бұл суретте біздің оқушыларымыздың сабақ барысында түрлі материалдардан, қағаздардан, пластилиндерден аппликация жасау арқылы осы модельдеу жұмысында жүргізген жұмыстары, солардың түрлері. Химиялық құрамы бойынша 3 негізгі құрам бөлігінен тұрады. Бірінші бөлігі
болса, бес көміртекті қамтиды. Екіншісі, фургендік негіз аденин гуанин және бериллиндік негіздер химиялық құрамы бойынша үш негізгі құрам бөліктен тұрады. Бірінші бөлігі дезоксид болса, бес көміртекті қамтиды. Екіншісі, фургендік негіз аденин гуанин және бериллиндік негіздер Biz DNK modelini qog'ozdan jasadik. DNK sirtına qand fosfatli ko'pirishga, al ishine azotli negizga qaragan qo'shimcha bo'lib topiladigan tushunib o'tirib jasadik. Және nukleotidlar har turli 3 tipi azotli negiz, 5 ko'mirtekli qand және fosfor qishqili qalbindan turadigan tushunib o'tirib jasadik. Және qog'ozdan jasagan DNK modelini jasab, sabaqda tushunib ancha пайда bo'lmayroq bo'ldi. Қорытындылай келе, модельдеу жұмысы оқушыларымызды болашақ ғалым ретінде зерттеулер жүргізуге, технолог ретінде модельдеуге, инженерлер ретінде құрастыруға, суретшілер ретінде салуға, математиктер ретінде аналитикалық ойлауға және балалар ретінде ойнауға шабыттандырары анық. Сөз соңында Конфуцийдің маған айтып берсең, ұмытып қаламын, көрсетсең, есімде сақтаймын, өзіңе жасатсам үйренемін деп аяқтағым келеді.